Құрметті апа, қадірменді Құлпан апа. Енді бұрыннан да жекжат ағайын болып келген кісілеріміз ғой. Енді мінекей үйдің үстіне жылып атып, балдардың ақылы бар деп айтып ойлаймын. Өйткені жақын жерден бір-бірін қалап, ақылдасып, осы мәселе шешкен сол екеуі ғой. Сол екі жастың арқасында мінекей төрге шығып. Құда бап кеп атылы ағайымызға. Не алдаймыз мынау? Ақыл өте бай. Өйткені мынау сіздей үлкен кішісі бар үйде. Анасы бар адам ешуақытта қартаймайды деп айтады ғой. Сондай-ақ қариясы бардың қазынасы бар дейді. Сондай-ақ Алла сізге ұзақ өмір берсін. Қойлекеңнің көрмегенін сіз көріп алсыз. Ары қарай жалғасып тауып, немерені көріп алсыз, шөбере көріңіз, шөпшек көріңіз. Біздің апам неменесін қолдан су ішкен. Сондай-ақ Алла сіз апамның жолын берсін сізге. Мынау екі жаққа да мынау Құдайға жұмағын беріп, Құда жекжат болып, араласып, ақыл, марал бәрі жақсы болып. Екі жақ жақсы болса, жастар жақсы болса, екі жақсы жақсы болады. Сондықтан мынау құтты болсын мынау төркініңізбен тағы да жаңартып атқаныңыз. Денсау болсын, аманшылық болсын, дастархандарға осылай жақсылыққа жайылсын. Осы балдар бақытты болсын. Үлкен нағашылар сөйлесін. Құдағилар, мына 1000 жылдық құдалық құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Дендері сау үлкен азамат болып өмір сүре берсін. Дастархан үлкен тойларда жайылып. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық деген сөзбіздесіп, екі ортада жүріп едік. Деніміз сау болса, аман есен болған екі жас бақытты болсын. Жұрт жаңар батыр ғой. Сәбек әкемменен менің әкем 40-шы жылы Күркеде, кепеде іргелесіп қалған. Қарабайдың бер жағында сүйерді орны әлді. Тақтан, дәл қайнадың іргесінде. Бұл өткен нәрсе ғой. Ол 40-шы жылдардың жылы. Одан бері көше түсті, мына ауылға көше түсіп, тағы іргелес. Алла тағаланың бізге берген бір сия. Бұл да болса құрмет бір-біріне деген мен оның бер жағында қойылбай менен бірге өстік, бірге жаттық, бірге тұрдық. Оның бер жағында шолпан менен қосылып балдар өсті, баламызбен баламыз, қызымызбен қызымыз өсті, бірге болды. Бұл да біз үшін үлкен қуаныш, бұл үшін бұл да біз бірге ешқайсымызбен бір-бірімізге қазір осы уақытқа дейін сізден басқа артық әңгімеміз жоқ. Туған, бірге туғандай өсіп келатырмыз. Міне оның енді куәгер ретінде бүгін немерелеріміз бір-біріменен жаңағы қол ұстасып өмірге аттанып жатыр. Бұл да біз үшін үлкен қуаныш. Өзім мен көңілшектеумін, шамалы енді көңіл босап та тұр, шолпан айтпақшы. Жалпы енді ағайын аралас, қорқарлас, бір-бірімізбен сырымыз бір, шынымыз бір, барлық ешқандай бізде жаңағы бір-бірімізге деген көңілімізге не жоқ. Құдай осы қуанышымызды, осы
бірге өскен балдардың рахатын бірге көре берейік. Мына менің қызымда да тіл жоқ мысалы. Жаңа Күлжайнада да тіл жоқ, ақылда да тіл жоқ. Бұл енді кілең жаңаға бір-бірімен ымдатып түсінетін адамдар. Бұл да болса біз үшін үлкен ғанибет. Жаңаға беттен алып, беттен салып тұрса, ол енді бұл біз үшін енді бұл жерде тек қана біздің жаңаға көңілімізге алып тұрғанымыз, біздің жаңаға қадишамыз бенен сейілханымыз жоқ, елшісі назарымыз жоқ. Орындағы енді мына өзінің туған бауырлары, ағайындары, барлығы осы жерде төрт көз түгел отыр. Алла енді осы кішкентайларға өмір берсін, Алла осылардың қызығын көрсетсін. Әр уақытта осы қуанышта, тойда басымыз қосылып, менің Марашымның жаңаға несі болсын. Қолғанаты ол өсіп өмір өркендесін. Басқа айтады. Енді мына Хатшапам отыр ғой, куәгер, барлық Хатшапама рахмет, мінекей. Апа дейміз, туған апамыздай болды, ешқандай бөлек іштемес жоқ. Кездескен жерде бетімізден сүйет, айналайын дейді. Мінекей айналайын дейтін де адам азайып баратыр. Міне апа рахмет мынау. Бәрі рас қой мен айтқаным апа. Мәдинаға айтам ғой, мен Рызан өлгеліп қартайып қалдым дейді. Сен оны маған жаңағы Дәусар деп айтпадың маған. Дәусар қалай жүрсің демедің сен. Деп жаңағы қолым келде көрмеген болса бүйтіп кетіп қой жаңағы. Рызан өлгеліп қартайып қалдым. Дәусар дейді. Бір келінмен енесі тату болыпты дейді да бір күні. Бір-бірін жаңағы сіз айтқандай ыммен түсінеді екен. Бірақ келін бір күні үйде ұйықтап жатса, енеге жаққан ба? Осы келін ренжіп алмай, бірақ келін түсірсін деп, үйде жүрген мышқыздап алып, енесі ұрып жатыр дейді. Ішесің, жейсің, ұйықтайсың, ішесің, жейсің, ұйықтайсың деп қойды дейді арасында. Десе келін алып тұрыпты да сыртқа шығып кетті. Ой Алла, келін түсінген екен ғой деп сыртынан бағласа, келін сыртта жүрген қоразды ұрып жатыр дейді. Өзің ұйықтамайсың, өзге ұйықтатпайсың деп дейді. Ал енді енесі мен келіні екеуі тату болсын. Тойым сен той қаласа берсін. Бір жігіт өзінен 5 жас үлкен әйел апты, айта білейін ба? Үйсе құрдастарын мазақтап, не болды соншама? 1 жас емес, 2 жас емес, 3 жас емес, өзінен 5 жас үлкен әйел апты деп. Үйсе ана жігіт айтады дейді, бәрі қатын айтқанын істейсің ғой. Қатын айтқанын істегеннен гөрі үлкен айтқанын істеген дұрыс қой деген екен ағай. Құдай қаласа жастар үлкен айтқанын істеп, өсіміне берсін ағай. Той. Ал енді алдырдыңыздар енді. Яны, алдырдайық біз әннен дайындап отырмыз. Жақсы бір әніміз осы той қойған барша ағайын құрметпен жолдаймыз. Қабыл алыңыздар ағайын, бір көңілдірек отырайық. Бірге қосылып отырайық, бір-біріңізді жақсы таниды екенсіздер, бір-біріңізді бауырдай араласқан екенсіздер ағайындар. Қабыл алыңыздар, сіздер үшін. Sığır kakan, onun gelge buladı.
Жанарыңнан нұр шашып, ай жан берсең, күндер қайда қарағым, өткізген шықпас ізден, өтмелеген жанарым. Жан берсең, күндер қайда қарағым, өткізген шықпас ізден, өтмелеген жанарым. Шықпас ізден, өтмелеген жанарым, өтмелеген жанарым. Қуаныш болса берсін. Ал енді құрметті ағайын, тілегімізді ары қарай жалғастырайық. Бөлмеміз қандай ыстық болса, жастардың махаббаты дәл осындай ыстық болсын. Бір күні осындай құдалықта дейді. Мені тыңдап тұрсыңдар ма? Құдалықта дейді. Бір көге мас болып, бізде баласы намыстанып ешкім көрмесіне мойны арқалап алып, ықпыл шеңгелдің арасына алып баратқан ғой. Қырысқанда қымызыр итемекші алдынан әкесі құрдас шықты. Қараса, әкесі баласы мойнына мініп алған екен. Құрдасы сөйлепті, құрдасым жай ішпейсің ба? Нені ау даптардай басымен баланың мойнына мініп алыпсың десе, жаңа көкеміз қысылмайды дейді, балдар өскесін жаяу жүрмейтін болып қой деп мақтанға дейтін. Ол секілді ұлы өрісі арысын, қызың өрісте өрісін дейді. Біріңіздің өрісіңіз, біріңіздің ыстарыңыз ұлғайған құтты болсын. Қыз ұзату дегеннен шығады, 100 грамм жайлы айта өткенмеңіздер енді. Әке деген қызға жақын келеді ғой. Құдалар келгеннен бастап әкесінің настроениесі түсіп, шамал 100 граммдатқан ғой. Ол да шамал мас болып жылап жүр дейді, арасында ақырып қояды дейді. Деп жылап коридорға ұйықтап қалыпты әкесі. Кейсе оған 90-ға келген шешесі бар екен. Қараса баласы коридорда жатса, 90-ға келген шешесі баласының үстіне барып көрпе жауып алды дейді, сөйтіп айтады дейді. Байғұс-ау бағаннан бері неғып жылап жүрсем ұйқысырап жылап жүрген ғой деп айтады. Ал енді осындай аналарымыз тұрған кезде жастар бақытты ғой ағайындар. Осы қарияларымыз, қазыналарымыз аман болсын. Бір неде шариғатта бүйтіп жазып қойыпты, нәпіл деген намаз деген болады, нәпіл намазы. Қосымша намаз, сауабы көп. Кімде-кімде кешке қарай анасымен сөйлесіп, соның көңілін табып сұхбаттасып отырса, оның сауабы нәпіл намаздан жақсырақ деген. Құдай қаласа осындай сауапты ұл-қыздарымызға, бәріміздің ұл-қыздарымызға Алла тағала бұйырсын ағайын. Тойымсек тойғыласа берсін. Өзі пайғамбарымыз хадисінде айтады, еркек басшы әйел бағыныш үйден, ер жүрек ұлдар мен ибалы қыздар дүниеге келеді. Әйел би күйеу жасы үйден, аңшы ұлдар мен көкбет қыздар дүниеге келеді деген. Құдай қаласа осы әулеттерімізде ер жүрек ибалы ұлдар мен қыздар келе берсін. Қазақтың әрқайсысы текті ғой. Арғын, тарақты, найман, абыз деп бөлінбейік ағайындар. Кімнің жаңа Төле бидің бір сөзі бар, бөлінген бөлінбей, тұруға бөлінген құрдымға ұшырайды деген. Ендеше бүгінгі тойда абыз бенен арғын деп бөлінбей, қазақ ел болып тойлайды ағайын. Тойымызды тойға аласа берсін. Қазақтар жасай берсін, иә. Бір күні қыздың шешесі сөйлеп алды дейді, құдағайға қарап. Құдағай, бұл біз қызымызды мәпелеп, аялап өсірген, күнге шығармай, көлеңкеде өсірген қызымыз деп. Сөйтіп қоймап, жаңа баланың шешесі айтады дейді, құдағай уайымдама, біз де күн көрсетпейміз деген екен. Ал енді Құдай қаласа, екі жастың бақытты болу өздеріне пайдасы. Екі жақтың ата-анасын көңіліне қарасын. Сонда олар әлемдегі ең бақытты, ең бай жандардың бірі болады. Өйткені Алланың разылығы, ата-ананың разылығы деп Құран кәрімде жазылған ғой ағайындар. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, қандай да бір әйел күйеуін жазықтан жазсыз мазасын ала беретін болса, онда күйеуінің жәннаттағы әйел басқа қордыңыздан болады. Сондықтан күйеулерін қонақ ретінде сыйлаңдар дейді екен. Ал енді ер адам қайда деген, кім-кім әйеліне, бала-шағасына киім тамағын таппайтын болса, онда ол күнә өзінің басына жетеді деп хадисте. Ал қазақта оны былай деп келтіреді, еркектің жақсы ұл тапқаны, әйелдің жақсы қыз бен ұл тапқаны деп келтіреді. Сондықтан Нұрбол әрдайым ұлды болсын, Ақбота салиқалы ұлды болсын, қызды болсын деген ниетпен айттым ағайын. Ата-ананың алдында 3 парыз бар. Ол бірінші дұрыс есім беру, екінші тәрбие беру, үшінші балиғат жасына келгенде үйлендіру. 3-ақ парыз. Осы 3 парыздарымыздан құтылып жатқандарымыз құтты болсын. Енді есімдеріне мән берейікші, бірі Нұрбол, бірі Ақбота екен. Құдай қаласа Нұрбол, Құдай арғындардың нұры болсын, биік көтерер шыңы болсын. Ақбота, Құдай қаласа ағы болсын, әулеттеріміздің бағы болсын. Тыңдаған ағайындар. Тілекті кезекпен кезек бере берейік. Көптің тілегі көл деген ғой. Қазір мына жерде сыртта да отырады екенбіз, сосын кафеге барады екенбіз.
Karış 5'e дейін уақыт деді ғой маған. Сонда енді топтап беріп жатсам да ағайындар айлық 4,5. Қазір қайда бердік дейді. Әсіл ғой ағайын. Ал енді рұқсат болса нағашылар қауымына берсек бола ма? Нағашылар бар ма ана жерде? Салима ағаларымыз бар ма? Жанат, Балқия, Алтын, Шалқар, дұрыс айтып отыр. Ой, ол кісілер құдалар ғой айтып. Бірінші нағашылар сөйлесіп құдаларға, құда ағайлар деп арнайы берсек. Қалай болады? Енді сіздердің де көңілдеріңіз қимайтын, сол қазалдан келіп жатқаннан кейін. Енді нағашылар қауымы бір 3 адам сөйлеп қалған қосылса болады ғой. Негіз тілек айтқаннан көріп қосылған адам сауабы көп дейді ғой. Ал, нағашылар бар ма, апа? Ей, жаным апа. Болды, Құдай өз берекесін береді. Еді ғой. Не айтамыз айналайын. Мынау екі жақтың да келіп бастарыңды қосылып жүздесіп өткенді кеткенді айтып жатқандарың құтты болсын айналайын. Бауырларым мен де ағымның қызылмын. Нағашы болдым бір. Ояғынан да, бияғынан да. Ояғынан да, бияғынан да. Алдар бақытты болсын. Öbürlü şöbürlü olsun. Ağlar olas, koygar olas olup, toy jasap atkanları şolpan kutlu olsun buna toy. Nemirin, şöbürüsün, görüyorsun, kuda kalası, aynanay. Jaza ver kadamыңды, bala şağının ağzında. Oyga kırga jibere ver kızdı oldu, gelin al. Toy kutlu olsun. Aslan ne aytamız. Айтыңдар, жанатар. Алай деп атыр ғой. Сөйлегішсің ғой деп. Айтымсың ғой. Аналарым, апаларым, жеңгелерім, Мәдина. Түрі шыққандарыңыз құтты болсын. Мына екі жастың арасында жаңағы араласып жатырмыз. Өзі абыздар бұрыннан өзі біздің қыздарды алып жатыр ғой, Шолпан апамыздан бастап. Жаңа Алтын апам айтқан сөзіне қосылам, қадамдары жазыла берсін Шолпан апаның. Құдайға шүгірлері бар ғой, тағы да көбейе берсін. Енді жылы осы уақытта сіздер немере көріп қуанып жатырыңыздар. Не айтайын, Нұрмол мен Ақбота екеуі тату болсын, жақсы шаңырақ көтерсін. Осы екі жас жақсы болса, сіздер мен біздердің жаңағы, сіз біздіңіз арта береді. Әсіресе Ақыл мен Гүлжайна, кім, Ақмарал, солардың ара қатынасы жақсарады. Өзі неде тәжірибеде бар ғой, енді көріп жатырмыз. Екі жас бақытты болса ғана сіздер төрде үйісті бәр уақытта тату болса төрде отырасыздар, құда-құдағай болып. Екеуіне мен сол татулық тілеймін. Енді өздері бір-бірін қалап, бір-бірін тауып жатқасын, ары қарай жақсы жанұя болуына шын жүректен тілегімді қосамын. Бақытты болмау ya. Қалғандар қосыламыз ба? Театр шешеміз, шешеміз. Апа бірден сөйлепкесін, апа қалайсыз? Біздің үлкен генерал. Апа бірден тілегіңіз айтып кетіңіз, құдалар төрде тұр, туысқандарымыз. Екі жас бақытты болсын. Сүбірлі болсын. Бағдай келу. Отау, үлкен отау биік, қаңырағы биік, отаға берік болсын. Не дейміз осы қызықшылық қой әйтеуір бәрі. Менің жолымды берсін бұл. Амин. Ана жерде отырасыз. Ал болды. Алдырда екен. Алтын апам қасында. Әйелі сәлемдері бар. Апамыздың құрметіне сенің анаң алтын деген әнді қабылдады. Апа, ана істердің құрметтеріңізге. Ағымбал Құдағайдың құрметіне. Көңілдірек отырайық.
Kolaylık ağay, toy kutlu olsun, analar aman olsun. Ayaldım aradim asmadan, oğlumun akamını kök başapan, bugünde ol bir sizlerdeki, toylarımız mutlu olsun oğlum zaten. Senin anam aldın, benim anam aldın, olmura bir karındasın aman oğlum çalpın. Akşekili enim, soğuk kızlar senim, analarım mutlu bağım olsunlar benim. Senin anam aldın, benim anam aldın, olmura bir karındasın aman oğlum çalpın. Akşekili enim, soğuk kızlar senim, şolmalamandı mutlulukta olsunlar benim. Peygamber'de olamadan, kalmışsın arvana kılamadan, anası elçilikte aramadan, şar bulgan anisimdi bir arada. Senin anam aldın, benim anam aldın, onlara bir karındasın aman boğazalım. Akşemlidir enim, soğukuzlar senin, akbara kullanayım mutlulukla. Çok olsun diye ayıpmayız. Toy kılasa versin, kuancım sıktı olsun. Ha bölmemiz ısıtma vardı bayıldı olsa bir azim iyisine çıkıp. Қазақтың көңілі қандай кең болса, пейілі де дәл сондай дархан ғой абай, алтын апа. Құдай біздің пейілімізге қарай үлкен жерді беріп қойған. Енді сол жерді толтыратын қазақтар көп болу керек деп ойлаймын. Ана Ақтаудың ар жағында Жетібай деген ауыл бар екен. Осындай кезде жұрттың бәрі шыдамай жатса, мен секілді азамайды. Шәл шыдаңыздар, Жетібайдан бір апам келіп жатыр. Сол тілек айтады, сосын тұрамыз ізде, шыдамаған құда тұрып айтқан екен, яғып 20 байдан келмейді, тұрайық шайын алайын деп. Сондықтан бір екі тілек шыдаңыздар ағайын. Қуаныш қылдаса беріп. Екі ұры дейді, бір күнде қамауға түсіпті. Біреуі сиырлап түскенде, біреуі сағат ұрлап түскен. Енді сағат ұрлап түскен деген нәрсе болмайтын нәрсе ғой. Сиырлап түскен ұры, сағат ұрлап түскен ұрыны мазақтап жатыр дейді. Сағатың қанша болды, сағатың қанша болды деп тиісіп анаған. Тиісі анау айтады дейді, немене жесіп төліп тұрсын, сиыр сауатын уақыт болды деген екен ағайын. Тұратында уақыт болады. Қазақ бір күні біреудің әйелі қырсық екен. Шай ой десе ұйықтап қала деген да. Тамақ істе десе, компьютер көріп отырады екен қыздар. Сонымен бір күні осындай ауылға келдім, келіншегін айтып, келіншегім трубамен өтпей ақ қойып, көпірмен айналып өтейік. Әйтсе каналға құлап кетеміз депті. Сөйтсе қатыны қырсық қой, жоқ осы трубамен өтеміз деп. Әйелі трубамен өтіп бара жатқанда аяғы тайып құлапты дейді каналға. Сөйтіп ағысы былай қарай алып бара жатса, күйеуі былай қарай жүгіріп барады дейді. Жұрттың бәрі күйеуіне айтты, бей ақымақ, келіншегің не жаққа барады ғой. Не жаққа жүгірсе десе, күйеуі айтады дейді, қырсық қазір не жақтан шығады деген. Ал енді жастар қырсық болмасын, қырсық болсын. Ойымыз той қыласа берсін, қуанышымыз болсын ағайындар. Ольга Шишигина деген бар ғой, білесіздер ма? Кім о Ольга Шишигина? Желаяқ қыз ғой. Ольга Шишигина. Ольга Шишигина Қазақстанның чемпион болып келген ғой енді. Үйсе журналистің бәрі сұрақ қойып жатыр дейді, қалай бірінші орын алдыңыз, қалай бірінші орын алдыңыз деп жүгіруден ғой енді. Үйсе Ольга Шишигина айтады дейді, қалай бірінші орын алмайсың, артынан не қылып келатса дейді. Құдай қаласа жастар елдің алды болсын. Той етсек той қыласа береді. Енді әбеке сізге қарай сүйгеніміз енді. Рұқсат болса сіздер жақтан бір төрт сізге бір ауыз тілек беріп жіберейік. Екі анамыз отыр. Екі анам, Мәдина Айша, әрбірде Жұмабай. Енді өз-өздеріңе шабал алмасаңдар, ешкім ұрады дұрыс ғой. Ал, басты.
қуанышы болды. Бәріміздің баласының келіні келді. Жана? Ортамызда күліп ойнап жүре берсін. Айша ханым. Ақшоқыр көрім құтты болсын. Мына 2 жас бақытты болсын. Өліші гүл болсын, 2 жаққа да мейірманды болсын. Ақтың базарында, қыдырдың назарында болсын. Қаранда ақылымен Гүлжайнаның дастархан кеп, қазақшылықта тойды жайлай берсін. Осындай тойда басымыз қосылай берсін. Сіз білдесіп жүре берек, сіз өзіңіз арта берсін. Бізде ер адамдардан мына Жамалғаны қалдырмай қазір бізге қосылып кетсін. Сол есте болса соны айтпаймын. Бүгін қуаныш мынау немереңізді Құдай қаласа біздің ауылға қарай аттандырып жатсыз. Өзі серіктерін тауып, екеуі махаббаттары жарасып, мінекей 2 жас қосылғалы жатыр. Мінекей ақыл Гүлжайна үлкейіп жатсыңдар. Мінекей қыздарыңды ұзатып, бұл бірінші қызың емес, екінші қызың ұзатып жатсың. Уже бұл үлкейгеннің алды. Қойлыбай, Қойлыкеңді біз көзіміз көрген. Қойлыкеңмен біз қатты ойнайтынбыз. Қойлыбайға көнбермейтінбіз. Көшеде бізді көрсе қашап, аяғы да жарым-жарым жетіп аламыз жаңағы. Құлағын бұрап, мойнын бұраймыз, ой бұрмай деп сонда Қойлыбайдың айтатыны ғой. Құдай ай, Қажымақанның күшін 1 сағатқа берсе ғой деп. Қандай бірақ жақсы адам тұғын ойынды көтереді да, сөйтеді да ұзаса сені мазақтайтсыз. Сондай енді сол кісіні көрдік, ақ көңіл адам тұғын. Мына балдарыңызда сол Қойлыкеңнен асып баратқан ештеңесі жоқ. Бәрі момын жан, бәрін білеміз. Өзі қызың болсын, ұлың болсын, әйтеуір қыз алатын жеріңді, жаңағы күйеу бала болатын жерді білген жақсы ғой, біліп алған жақсы. Білмесе ойланып қаласың. Әпежіптері қайындай жерге барды, қалай болар екен келешегі олардың деп. Мінеке сіздің қолыңызда Марал, Сейілхан, Жүсіп аға, Қадиша бәрі сіздің көз алдыңызда өскен адамдар, сіздермен бірге жүрген адамдар. Ақыл болса да Сейілхан жақсы білет, Маралды білет, бәрін қатарласыңдар. Мінеке Құдай қосы, мінеке құда болып жатырмыз. Мына балдар бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Ылғи сол жастардың қызықшылығын көрсетейік, білмейтін жерін үйретейік. Сіздер боп, біздер боп, солардың үй боп кетуіне қамқорлық жасайық. Балдар бақытты. Ең осы біздің жастардың алдыңғы жанұясы болсын. Сол үшін күйеу бала боласың, сұрайын деді ғой. Күйеу бала боламыз 30 жылдың болады. Қаласы машылық болса, кейін Құдай оңдап әйтеуір құда болдық. Құдайға шүкір және балдарымыз көбейіп жатыр. Ақыл мен Жайна да бөтен емес, бұрыннан танимыз. Біраз араласпай кеттік, біз атан классастары болды. Замандасып ба? Бүгінгі ойларыңызда бақытты болсын. 2 жас бақытты болсын. 2 жаққа да мейірімді болсын. Үйін семья болсын. 2 ортада ала-дорба қатынай берсін. Жамалған аға болсын. осындай шаңырақта
дейміз, мынау құдалығымыз мың жылдық болсын. Әрқашан осы шаңырақта қана қызықшылық, қуаныш той болсын. Сол үлкен тойлардың арасында біз тек бар болып, қызмет қылып, ортасында жүреміз деп, мынау үлкендеріміз аман болсын. Аман болыңыздар апа. Мынау жастар бақытты болсын. Солардың қызықшылығын көріп, барлығымызда қуана берейік. Құдалығымыз мың жыл болсын. Тек қана амандықта, қуанышта кездесін. Осы кешкісінің есімдері керемет екен ағайындар ше. Соған қарай сіздерге есімдеріңізді пайдаланып отырып, жастарға менің де бір тілек айтқым келіп отыр. Жамал деген сөз өзі сұлу деген мағына береді. Ханы бар енді бұл ер кісі ғой. Жамал деп сұлу, яғни сұлу әйел деп кімді айтады? Халқына жаққан, күйеуін баққан, ұл қыз тапқан адамды айтады екен. Сондықтан әулеттеріңіздің сұлуы жылу болсын біздің қыз. Құдай қаласа ханы болсын, бағы болсын. Жұмабайдың есімдей, Құдай қаласа жұмаға көп баратын салиқалы ұрпақтары көп болсын және бай болсын деген ағайындар. Әбілда деген, Абдулла деген сөзден шыққан ғой. Алланың ең жақсы көретін есімі ол ағайындар. Алланың құлы деген. Сондықтан Құдай қаласа тек Алланың сүйген құлы болсын дегіміз келеді. Айша деген ағайындар. Мұсылмандардың анасы болған. Сондықтан Құдай қаласа үлкен арғындардың анасы болсын біздің қыз. Ал Мәдина деген қала деген мағына береді. Сондықтан үлкен қалаға айналсын біздің қыз апарып, сосын үлбірлі шүбірлі әулетті сәулетті болсын. Иә. Сондықтан қаласы болсын. Иә, ішінде данасы болсын ағайын. Той қыласа берсін. Қалып жүрміз болса сайтын. Кәні. Бұйырған дәміне алып қойып. Мені құйыл тұр. Жастардың құрметіне бір ән болсын, қосылып отырыңыздар ағайындар. Bir тілектен кейін тұрамыз. Көңілімнің көктемедім, армағанын сеппедім, қиядағы қонысыңа құшы болып жеткен едім. Ақ ниетпен ақ тіледім, барған жерден бақ тіледім, сезіміммен шарпып өткен сарқылмасын тәтті ана sütün mақтағаным, жамандыққа баспағаным, барған жерде бағыңда ашып, бақыты бол аспанымды. Ақ ниетпен ақ тіледім, барған жерде бақ тіледім, сезіміммен шарпып өткен сарқылмасын тәтті әуенім. Қолығына жүресіздер, табаққа жүресіздер. Бар тілекті сізге арнадым, орындамасам ізге арманым. Қосағыммен қосағаны, ғұмырлы боп қызғанарым. Ақ ниетпен ақ тіледім, барған жерде бақ тіледім, сезіміммен шарпып өткен сарқылмасын тәтті әуенім. Сезіміммен шарпып өткен сарқылмасын тәтті әуенім. Енді құрметті ағайын. Осы әулеттің құда ағайындарына, құдаларына сөз кезегін берейік. Енді рұқсат болса,